Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен крипто базар. Бүгін біз наурыз айында крипторынокта қандай жағдайлар болды, бізді сәуір айында қандай жағдайлар күтеді. Сол нәрселер жайлы айтатын боламыз. Әрине альткоиндар жайлы, альтсезон қашан болады деген сияқты нәрселер жайлы тоже айтылады, бірақ өзім альтсезон жақын арада болады дегенге қазір уже қатты сенбеймін. Бұл нәрсеге сену барлық адамдар үшін өте қиын деп санаймын. Әрине бұл ақпараттар сіздер қызықтыратын болса, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қойып ұмытпаңыздар. Ең бірінші биткоиннен бастап болады. Білесіздер, дәл қазір бізде биткоинда медвежка деп айтуға болады. Яғни соңғы 5 ай бізде минусқа жабылды. Яғни көргендеріңіздей октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль 5 ай биткоинда минусқа жабылды. Яғни бұл айлық таймфреймдер. Наурыз ғана бізде жасыл светямен, яғни плюсқа жабылды, бірақ өте аз плюс. Яғни бізде февраль $65,000 жабылса, наурыз $68,000 жабылды. Өкінішке орай сәуір минуста басталды. Енді ары қарай биткоинда қандай жағдай болуы мүмкін? Әрине биткоинда всегда екі нәрсе болады, немесе құлайды, немесе түседі. Бірінші қиын жағдай болатын болса, биткоин ары қарай не болады биткоинда? Менің ойымша сәуір қиын болсын, жақсы болсын, плюсқа жабылады деп ойлаймын. Қаншалықты плюсқа жабылады? Сол мәселе бар. Мысалы $70,000 жабылуы мүмкін, $77,000 жабылуы мүмкін, тіпті $78,000-$80,000 да жабылуы мүмкін. Минусқа жабылады дегенге шыны керек, қатты сенбеймін. Енді қараңыздар, қиын жағдай бізде қалай болуы мүмкін? Бізде рынок всегда ускорение, замедление и ускорениемен жүреді. Яғни медвежканың бұл ортасына келді деген сөз. Былай шыққан кезде былай болуы мүмкін. Бізде ускорение болды, медвежка, и осы жерде замедление болады. Яғни 1-2 ай осы жерде рынок тұрады. Плюсқа жабылады, сәуір, кішкентай плюсқа, ары қарай қайттан ускорение болады. Яғни биткоин ары қарай кететін болса, тағы да 4-5 ай минусқа жабылып, өзінің дұносын $35,000 қоюы мүмкін. Яғни бізде медвежка ары қарай жалғасқан жағдайда биткоин $35,000, тіпті $30,000 дейін ешқандай қиындықсыз кетуі мүмкін. Себебі бізде бұл центр деп айтуға болады. Яғни біз негізінде медвежканың дәл қазір центрына келдік деп айтуға болады. Ал жақсы жағдай қандай жағдайда болуы мүмкін? Жақсы жағдай, шыны керек, қазір ешкім күтіп отқан жоқ. Сол ешкім күтпегеннің арқасында бізде жақсы сценарий болып кетуі мүмкін. Неге? Себебі қазір барлығы настроение медвежье деп айтуға болады. Яғни шорт позициялар өте көп. Биткоиннан болсын, эфирден болсын, кез келген S&P 500, Tesla, фондовый рыноктан болсын, шорт позициялар өте көп. Сол себепті бізде жақсы сценарий болып кетуі мүмкін. Яғни биткоин сәуір айында $80,000 жабылып, ары қарай уже 4-5 свеча плюсқа жабылып, $130-140,000 дейін биіктеп кетуі мүмкін. Әрине қазір барлығының аргументі Третья мировая жақындап қалды, барлығы көп елдерде соғыс басталып кетті. Ары қарай крипторынок болсын, фондовый рынок болсын өсуі мүмкін емес деген сияқты нәрсе айтып жатыр. Әрине мүмкін емес, бірақ биткоин жасап шығарған адамдар биткоинді фондтарға, кішкентай инвесторларға как защитный актив ретінде талқылай етуі мүмкін. Яғни қараңдар, соғыс болып жатыр, биткоин керісінше өсіп жатыр деген сияқты. Бізде еске салатын болсақ, коронавирус 2020 жыл, если логика салып қарайтын болсақ, коронавирус осы жерде басталды, биткоин 60%-ға құлады. Енді 2020 жыл корона басталды, 2022-де аяқталды. Көргендеріңіздей, бізде логика салатын болсақ, корона кезде барлығында ақшашылық, халықта ақша жоқ, государствода ақша жоқ, фондтарда ақша жоқ, ақшашылық болып, керісінше биткоин одан ары қарай құлау керек болған. Бірақ биткоин көргендеріңіздей ұстаған өзінде 1000%-ға жоғары қарай өсіп кетті коронавирус уақытында. Яғни коронавирус жүріп жатқан кезде. Неге олай болды? Бұл мен ойымша әлемдік экономикаға, әлемдік неге қатты қарамайды деп санаймын. Оны просто өздерінің манипуляторлары бар. Яғни бұл жерде де бізде қараңыздар, барлық рынок құлаған кезде, фондовый рынок акциялар барлық құлаған кезде, керісінше алтын мен биткоин ары қарай өсуі мүмкін. Сол кезде халыққа биткоиннің күшін көрсете алады деп санаймын. Яғни биткоиннің жасап шыққан адамдар, яғни
биткоиннің егелері деп айтуға болады. Сол адамдар типа биткоиннің күшін көрсете алады деп ойлаймын. Инвесторларға, фондтарға типа талқы етеді деп санаймын. Биткоин типа алтыннан ешқандай кем емес. Көргендеріңіздей биткоин соғыс кезінде жақсы өсім көрсетті деген сияқты нәрсе. Басқа қандай мүмкіндік бар? Басқа возможность жоқ деп санаймын биткоиннің өсуіне. Дәл солай өсіп кетуі мүмкін биткоин. Ал биткоин өсетін болса, білесіздер, альткоинда да міндетті түрде өседі. Яғни бізде жақын уақытта вероятность өте көп. Алтын, нефть, одан кейін биткоин өсуіне. Себебі жаңа айтқандай, биткоин как защитный актив ретінде халыққа көрсетуге тырысуы мүмкін адамдардың, манипуляторлардың. Ал негізінде если теория бойынша қарайтын болсақ, шынымен қазір биткоин покупательдер өте аз, керісінше биткоин төменге қарай кету керек, яғни өзінің дносына бару керек. Соғыс болып жатыр, барлығы адамдар биткоин сатып алуға, тек биткоин ғана емес, кез келген активтерді сатып алуға өте қорқады деп айтуға болады. Одан кейін эфир. Былайша айтқан кезде барлық крипторынокта монеталар бір-біріне ұқсас жағдай. Бізде де эфир қарайтын болсақ, соңғы 6 ай минусқа жабылған, осы ай ғана март айы плюс, наурыз айы плюсқа жабылды. Былай бұл жерден не көруге болады мысалға? Мен ойымша эфирде биткоиндағыдай жағдай күтеді деп санаймын. Яғни биткоин плюста жабылса, эфир тоже плюста жабылады. Биткоинда мысалы эфирде кішкене треугольник бар, может треугольниктен жоғары шығатын болса, бізді өте жақсы жағдай күтіп тұр деген сөз болашақта. Әрине тағы не деп қарауға болады? Дневкамен қарасақ болады эфирге. Күндіктен де қарасақ, осы айналада жүргеніне уже почти 3 айға жақындады. Әрине вверх-вниз полигон сезіледі деп санаймын. Әрине жаңа айтқандай, биткоин жоғарыға кететін болса, барлық альттар, барлық крипторынок жоғарыға кетеді. Биткоин тіпті қатты қозғалмай тұрғанның өзінде моментінде кез келген альткоиндар иксавайтет өсіп кетуі мүмкін. Бірақ қараңыздар, Flow секілді монета болған, кім есінде? Алдыңғы бычкада былайша айтқан кезде ең топовый монеталардың бірі болған GameFi, NFT, там ең мықты фондтар, ең көп ақша бөлінген проекттердің бірі болған. Өкінішке орай қазір қарайтын болса, сол кезден кейін 2020-дан кейін, яғни 2021-ден кейін вообще өсім көрсетпеді деп айтуға болады. 2022-де шыққан монета. Тастайтын болса, 99-да 90%-ға дейін құлаған. Әрине кішкене ақсып болды, 3x па, 2x па. Одан кейін вообще өсім көрсетпеді. Кез келген альткоиндарда осындай жағдай болуы мүмкін. Яғни биткоин болсын, эфир болсын, монеталар өскенде дәл осылай кейбір монеталар вообще өсім көрсетпеуі мүмкін. Альтсезон болған күннің өзінде сол себепті де альткоин сатып алған кезде всегда риск бар деп айтуға болады. Бұл Flow ғана емес, Mina болсын, өте көп монеталар өкінішке орай өсім көрсетпеді. Алдында кішкене, керісінше барлық крипта кішкене өсім көрсетті деп айтуға болады. Бірақ көргендеріңіздей Flow, Mina секілді монеталар вообще өсім көрсете алмады. Керісінше 99-да 90%, 99-да 90. Почти кішкене 10% қалса уже скам деп айтуға болады. Бұл жерде Asta деген монета бар. Астада дәл сол секілді жағдай. 97, былайынан қарай салуға да болады. 99-да 69, 99%. Кез келген біз сатып алған монеталар осындай жағдайға ұшырауы мүмкін. Яғни жаңа айтқандай Network болсын, Network'та жағдай өте қиын. Ары қарай альткоиндар нефтімен қарап шығуға болады деп ойлаймын. Network осы жерге дейін 2,5x, но ары қарай өсетін болса 4-5x-қа дейін өсе алады. Әрине, ол үшін бізде рынок өсу керек. Арбитрумда өте қиын деп айтуға болады жағдай. Почти барлық носын жаңартып тастады деп айтуға болады. Дата салуға да болады. Но дым өзгермейді. Көргендеріңіздей наурыз айы
биткоин мен эфир плюс қаралғанымен өте көп альткоиндар өкінішке орай өздерінің дұноларының тағы да төменіне дейін жетті деп айтуға болады. Мысалға бұл жерде линия әлі жаңартқан жоқ дұносын, но скоро өзінің дұносын жаңартады деп ойлаймын. Eigenlayer шынымен де өте өкінішті жағдай. Eigenlayer неге екенін білмеймін, бірақ вообще тоқтап жатқан жоқ сол жағынан. Көргендеріңіздей өзінің зона поддержкаларының барлығына өтті. Өкінішке орай ары қарай құрайтын болса, бізде Eigenlayer'де тек қана ускорение болатын сияқты. Әрине, кез келген уақытта осындай бір үлкен объем пайда болып, яғни покупатель пайда болып, қатты өсім көрсетуі мүмкін. Ол Eigenlayer'дің разработчиктары өзінің монетасын әрине атып қойды бастаса деп ойлаймын. Lido бізде кішкене қатты жақсы өскендей болды. Бүйтіп қарайтын болсақ, иә, Lido көргендеріңізде Lido бізде сәуірге дейін жақсы өсті. Кеше емес, бүгін азанда откат болды. Көргендеріңіздей бізде осы треугольник болған. Неде Lido'да сол треугольникта почти жетті да өте қатты құлау көрсетті. Енді осы жерден ары қарай мен ойлаймын тағы да тестировать етуге треугольникті барады деп, яғни кішкене тағы да өсім көрсетуі мүмкін. Ары қарай, шыны керек, өсіп кетуі мүмкін, бірақ мен тағы да құлау күтемін, яғни осылай баруы мүмкін. Сосын ары қарай өкінішке орай тағы да осы жерге дейін барады. Сосын бұл жерде Lido'да шорт позиция актуален деп санаймын. Примерно осы жерлерге келетін болса, қайтадан шарт етіп көруге болады тағы да бір рет. Алтын бізде қараңыздар, нерде волатильность, алтынның өзінің волатильность қазір алтынның өзінде өте жоғары деп айтуға болады. Мысалға %23 құлаған. Почти 2 аптада алтын 23% құлаған. Бұл деген алтынның өзінде өте үлкен волатильность бар екенін көрсетеді. Тіпті биткоин эфирден қарағанда алтын дәл қазір волатильный болып тұр деп айтуға болады. Себебі одан кейін сразу тағы бір аптада 17% плюс. 20-17% аптасына деген бұл өте волатильный актив болып саналады қазір. Zero ғана бізде қазір, менің ойымша, альткоиндардың арасында, мен сатып алған альткоиндардың арасында Zero ғана өзінің күшін көрсетіп тұр қазір. Өкінішке орай ары қарай 76-ға дейін барады. 76-ға дейін. Мүмкін 76-тан ары қарай жоғарыға қайтатын болса, қайттан 2-1, 2-4 осы жерлерге қазір өкінішке орай бізде ешқандай мықты зоналарын жоғарыға қарай өте алған жоқ Zero. Жаңа айтқандай, биткоин мен эфир ары қарай көтерілетін болса, Zero'да ешқандай қиындықсыз, менің ойымша, тез биікке кете алады. Zero басқа альткоиндарға қарағанда дәл қазір өзінің күшін көрсетіп тұр деп айтуға болады. Себебі көргендеріңіздей осы январь айында қойылған, сол январь айының кейін ноябрьде қойылған деп айтуға болады. Ноябрьден кейін әлі жаңарған жоқ. PLD, Zkitsync, Starknet болсын, Optimism болсын, барлығы март айында жаңарған. Көргендеріңіздей барлығы 90% альткоиндар былайша айтқан кезде өздерінің доноларына жетті деп айтуға болады. Тіпті тез кетіп барады. Мысалы бізде Zkitsync неделкемен қарайтын болсақ, қателеспесем ең қатты құлаған монеталардың бірі деп айтуға болады. 99-78%. Не қайын қойсақ, жоқ, 93-78%. Қателеспесем, 93 жоқ, қатты емес екен. Неге алатын болсақ, 97. Starknet кез келген крипто монета, яғни биткоин мен эфирден басқа кез келген альткоин 99%-ға дейін кез келген уақытта құлай алуы мүмкін. 99% деген ол көргендеріңізде Starknet үшін әлі өте үлкен. 99%-ға Starknet жету үшін тағы да
82%га дейін жасау керек. Бүгінге осы деп айтуға болады.